Сол үшін барзақ әлемі бауырлар, оқытқан намазын, құлшылық нұр болсын бауырлар. Құранымыз нұр болады қабірде иншалла. Ол барзақ әлемі ол. Бұл мына дүниемен қияметтің ортасын жалғайтын бір әлем ол. Қазір марқұмдар сол барзақ әлемінде, ешкім тозақта емес, ешкім жәннатта емес. Бірақ Расулаллах ескертті, байқаңыздар, сол қабір азабына алып баратын амалдарды айтты Расулаллах. Оның біріншісі, мынау кіші дәретке ықтият болыңыздар деді. Сол кіші дәрет себепті пәленше азапталды деді. Екінші біреуді айтты, түленше оның қабірде азапталуына ол сондай сөз тасушы өсекші еді деді. Адамдарды сөз тасып бір-біріне шақыстырып, атыстырып, жауластырып, сөйтіп жүрген адамдар болса, нәммәмә деп келеді. Сондайдан ықтият болыңдар деді пайғамбар алейхиссалам. Солдан тыйылмасаңдар, қабір азабына алып барады деп ескертті. Міне осындай ескертпелерден біз тыйылсақ, Алла мейірімді, Алла ешкімге қиянат қылмайды бауырлар. Және айтамын, иншалла ол қабіріміз нұр болсын Құдай қаласа. Сол қабірімізді тірі кезімізде әспетте болайық. Қабіріміз кең болады Құдай қаласа. Және айтамын, жаңа хадисті көп еске алыңыздар. Аллаға деген ойларыңыз түзу болсын.